Сәлеметсіздер ме? Менің алтын шәкірттерім. Қош келіпсіздер біздің керуен көрпеше мастер-классымызға. Бұл көрпешені мына көріп тұрғандарыңыздай менің авторлық көрпешемнің бірі. Алла қаласа осыны сабақ барысында толықтай нөлден бастап үйренетін боламыз. Жалпы әрбір курсымды, әрбір мастер-классымды мен нөлден бастап үйретемін. Неге? Себебі бұл курсты әлі тігінді білмейтін де қыз көріп жасауы мүмкін деген мақсатпен осылай нөлден бастап үйретемін. Енді қараңыздар, мендегі турецкий барқыттан жасалған көрпеше, керуен көрпешесі, яғни құрақтардан майда-майда көздерден жасалған керуен көрпеше. Бұған бізге не керек? Ең бірінші орында 4 түрлі түс керек болады. Бұл жерде егер де сіздер материалын есептейтін болсаңыздар, 1 метр ақтан және 1 метр қарадан, 1 метр жасыл және 1 метр розовый. Осы 4 түсті қолдана отырып, мен осындай әдемі керуен көрпеше шығардым. Енді түстерін басқаша қылсаңыздар да болады. Немесе қызылдың, розовыйдың орнына қызыл цвет, немесе мынау ашық жасылдың орнына тоқ жасыл, немесе тоқ көк қолдануға болады. Лажы болса, ақ пен қараны өзгертпегеніміз дұрыс. Себебі осы көрпешенің сәнінде беріп тұрған осы ақ түс пен қара түс. Бұл ақ түс емес, яғни айвари түс. Турецкий барқыттан 4 түстен 1-1 метрдан керек дедік. И бір замок керек 80 сантиметрлік және однотонный бамбук керек. Осы түстерге үйлесетін астар жасасаңыз болады. Яғни астары однотонный бамбуктан жасалған қыздар. Әрине мен мынаны замокты басқа түстен қылдым. Басқа замок мендегі қазір немде болмағандықтан басқа түстен жасай салдым. Көрінбейтін замок болғандықтан. Енді осы бізге тек қана керегі мата, астар және замок. Осы 3 қана бөлік керек болады. Мен мына көрпешені кішкентай размерде жасадым. Егер де сіздер стандарт размерде 2,30-80 қылмақшы болсаңыздар, блоктарын көбейтуге болады. Енді 4 метр матадан бізде беймарал 2 көрпеше шығады қыздар. 4 метр матадан. Өйткені базарға барсаңызда, сен бір көрпеше істейді екесің деп жарты метр мата бермейді ешкімде. Ең кемінде 1 метр мата береді. Сол үшін 1-1 метрден 4 түстен 2 көрпеше беймарал шығады қыздар. Тіпті одан артылып қалады. Сол үшін уайымдамай жасасаңыздар болады. Енді бұл үшін бізге мынандай блоктар қажет болады. Мына көріп тұрғандарыңыздай мынандай блоктар қажет болады. 4 бұрышты жаңағы кубик тәріздес блоктар қажет. Мен бұның барлығын дайындап алдым. Қараңыздар. Қарасынан дайындап алдым. Бұл жерде енді размері кішкентай болғандықтан мен бұл жерде 20-20 штуктан істеп алдым. Егер де сіздер размерін үлкен жасайын десеңіздер, одан көп жасауға болады. Қазір менде 80-де 1,70, яғни тағы да 50 сантиметр жетпейді, 60 сантиметрде жетпейді почти менің стандарт размеріме. Сол үшін мына жерде 30 штуктан, 35 штуктан жасап алуға болады. Қазір менде кубигімнің размері 10-10 сантиметр. Осыдан 20 штук, ақтан 20 штук, және жасылдан 20 штук, розовыйдан 20 штук. Тіпті арасында мынандай блоктары болады, соларды бөліп аламыз. Тіпті арасында ұзын блоктар да болады. Оны қазір тігілу барысында көре жатарсыздар. Ең алдымен біз осыларды қырқып алғаннан кейін бірінші орында шатасып кетпеу үшін, бір шеттен құрау үшін біз құрастырып алуымыз керек. Тура нелерді құрастырған сияқты, бір ойыншық бар еді ғой, сондайларды құрастырған сияқты, құрастырмақтарды құрастырған сияқты біз бірінші құрақты құрастырып алу үшін, түсінікті болу үшін бәрін қойып шығамыз. Содан кейін барып тігетін боламыз бір шеттен. Мынау 20-да, яғни 2 кубиктің размері. Кейбір жерлерге осындай блоктар қойылады қыздар. Мына жағы 20, мына жағы 10. Осылай қыздар, біз 4 түсті де қырқып алдық. Енді бұларды полный қазір осының фасонын шығарып алу үшін тікпестен алдым.
құрастырып аламыз. Одан кейін барып тігетін боламыз қыздар. Мінекей қыздар, біз құрастырып алдық. Міне қараңыздар. Бізде мынау бір қанаты, мынау қанаты болып есептеледі. Мынау 4 жапырағы тұр. Сосын мынау бір кубигі, яғни центрі нүктесі. Мынау тағы бір жапырағы, мынау нүктесі, мынау тағы бір жапырақ, мынау нүктесі. Осылай қойып кете береміз. Қазір бізде 3 жапырақ бөлімі және 3 нүкте бөлімі тұр. Жасылдың 1, 2, 3. Енді дәл біздің 1/70-іміз мына жерге қазір тағы бір қанат түсу керек. Тағы бір жапырақ түсу керек. Мынау дұрыс қойылмапты. Мынаны былай ауыстырып жіберейік. Қанаты міне енді дұрыс болды. Не қыздар? Осылай сіздер егер де 2/30 қылатын болсаңыздар, онда осындай қанаттарын қосып кете бересіздер. 1/70-те 80-нің несі 4 қанат 4 нүктесі бар. Мына жерде 3 қанат тұр. 3 қанат 3 нүкте тұр. Енді тағы да бір қанатпен бір нүкте қосылады. Мына жағына қанат және нүкте. Мына үлкен көрініп тұрғанмен бұны құрастырамыз ғой. Жарты сантиметр, 1 сантиметр кеткен кезде мынау жиырылып, кәдімгідей готовы 80-83 болып қалады. Сол үшін ол жағынан уайымдамаңыздар. Мынау жайылып тұрған кезде бұл осылай кең сияқты болып тұрады. Уже тігілген кезде тігістермен бірге мынау көрпеше жиналады қыздар. Бағанағы айтқанымдай кубиктан 20 штук әр қайсынан. Сосын мынандай ені 10, ұзындығы 20-дан 20 штук. Одан кейін мынандайдан осындай бөліктерден 20 штук қыздар. Яғни мына екеуі бір бөлік болып есептеледі қыздар. 20 штук. Сонда кубиктан 20 штук, мынандай парымен 3 бұрыштан 20 штук, және мынандай двойнойдан 20 штуктан істейсіздер. Әр қайсынан қарадан 10-10-нан 20 штук, қарадан 20-10-нан 20 штук, қарадан 3 бұрыштан наборымен бірге 20 штук. Яғни мына екеуі біреу болып есептеледі. Бөлеміз, сол кезде 40 штук болады, бұлай 3 бұрышлары. Түсінікте? Сол кезінде сіздерде 1/70-те 80-ге шығады. Ал егер 2/30 қылатын болсаңыздар, уже оны көбейтесіздер. 30 штуктан примерно жасайсыздар. Енді 20 штукты қырқып алып, қойып, кейін тағы да керек жерлеріне қосып жасай берсеңіздер болады қыздар. Түсінікте? Енді бұны құрастырамыз. Міне құрастырып қойдық, мына біреуін көрсетіп қойдық. 1 сантиметрге дейін жасасаңыздар болады. 1 сантиметр болған кезде бұл тарылады қыздар. Жарты сантиметр, кейбір құрастырған бөліктерде мынандай жерлерінде әсіресе 1 сантиметр қолданамыз, сетінеп кетпеу үшін қыздар. Осылай полный құрастырып алғаннан кейін барып, блоктарын қойып алғаннан кейін барып, осылай бір-бір қатардан, мынау бір қатар болып есептеледі. Бірінші кішкентай блоктарын бір-біріне қосып алып, кейін барып бірге құрастырамыз қыздар. Мысалы үшін мына екеуін бүйтіп қосып алып тігеміз. Осылай қосып аламыз. Сосын барып қосып алған кейін мына екеуін, мына жер қосылды. Мына екеуін тігеміз, сосын мынаны тігеміз. Мына екеуін қосып алып, сосын мынаған тігеміз. Мынаны тігіп, мына екеуін қосып алып, мынаны тігеміз. Қосып алып, мынаны тігеміз. Қосып алып, мынаны тігеміз. Осылай бір-бір ұзын лента тәріздес қылып қосып аласыздар. Әр қайсын. Кейін барып ұзынша құрастырамыз. Полный болғаннан кейін барып құрастырамыз. Әрбір құрастырып отырған кезде, мысалы үшін мына полный бір лента құрастырылды ма, жақсылап үтіктеп алыңыз. Мынау бір лента құрастырылды ма, жақсылап үтіктеп алыңыз. Кейін ұзынша құрастырғаннан кейін тағы үтіктеп алыңыз. Солай бұл үтікті көп талап етеді бұл құрақ. Егер үтіктелмесе, ол дұрыс шықпай қалады. Сол үшін үтік маңызды қыздар. Қазір сіздерге біраз құрастырған бөлігін көрсететін боламын.
Мінекей қыздар, қараңыздар, блоктарын бәрін осылай құрастырып алдық, иә? Бәрін бірінші мынандай үшбұрышларын қосып алып, сосын бұны құрастырдық міне. Почти бір 7-8 миллиметрдей, почти 1 сантиметрдей тігіске кетіп жатыр астына. Мынандай жерлері болса, оны дұрыстауға болады, мына жермен, линиялармен. Осылай полный құрастырып аламыз. Бір-бір блоктан, бір-бір лентадан, бір линиядан. Сосын барып бір-біріне қосып шығамыз, қыздар. Мінекей қыздар, енді ұзын ленталарды осылай құрастырамыз 1 сантиметр көлемінде. Құрастырған кезімізде мынандайларды арасын ашып жібереміз. Яғни қатпар болып қалмау үшін, қалың болып қалмау үшін, қыздар. Осылай екі жақ қарай ашып жібереміз да, осылай тігеміз, қыздар. Мінекей. Лажы барынша мынандай линиялары бірдей келсін. Линиялары бірдей түсу керек. Міне қараңыздар, мына астыңғы линиясына үстіңгі линиясы бірдей түсу керек. Сол кезде ровно әдемі шығады. Соңында закрепка береміз. Тігіс сетінеп кетпеу үшін. Ашып көрейік енді. Мінекей қыздар. Осылай құрастыра береміз. Міне қыздар, полный құрастырып алдық. Қараңыздар. Не? Барлығын осындай көлемде құрастырып алдық. Енді оңғаратайықшы. Енді мынандай шеттерін, артық шеттерінің барлығын линейкамен қырқып шығамыз. Мынандай артылып қалған жерін бәрін түзулеп қырқып шығамыз. Сосын барып шетіне лента қоятын боламыз. Ал енді қазір астарын көрсетемін, мынаның шетіне лента ұрғанды көрсететін боламын, қыздар. Лентасын ақтан ұра береміз. Ақ, кәдімгі біз өзіміз құрақта қолданып жүрген ұзындығының айырмашылығы жоқ. Ені 3 сантиметрлік ленталарды қырқып аламыз. Бар ма бізде лента? Әкеңші. Міне қыздар. Бұл ленталарды да құрастыру үшін, мысалы үшін менде 1 метр, 1,5 метр ленталарды бұлай құрастырып алдым. Бір-біріне қосып алдық. Одан кейін барып, уже біз енді бұларды шетіне қазір бір шеттен бастап тігіп шығамыз. Екі бүктеп тігіп шығамыз. Қазыналарды дұрыстап алайық, сосын лентаны тігіп шығамыз. Мінекей қыздар, біз мынаның барлығын қырқып алдық, шеттерін тура қылып, енді лентасын жүргіземіз, қыздар. Қараңыздар, ең алдымен біз бастайтын кезімізде мына лентаны шығарып тұрып, мына бас жағынан, қайырған жағының, мына бүктелген жағын ішке қаратып, мына екі жақ қарай неған жағын сыртқа қаратамыз. И осыны бір бұрыштан осылай бастаймыз. Осылай бастаймыз да түзу қылып лентаны тігіп кетеміз. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ме? Бұны біз көрінбеу үшін қазір соңына кейін кезде түсінесіздер. Бірге үстінен бастырып жүреміз, сол кезде көрінбей кетеді. Шеті қай жерден басталған білінбей қалады. Полный осылай тігеміз. Лентаның жартысынан, яғни 1 сантиметр көлемінде. Ешқашанда естеріңізде болсын, лентаны тартпаңыздар. Лента тартылса, көрпешеңізді жиырып тастайды. Өзінің қалпымен тігілу керек. Наоборот, мына астын кішкене тартып отырасыздар. Лентаны тартпаңыздар.
Тихо. Енді мына бұрышына да кеп қалдық. Қазір бұрышын қалай қайыру керек екенін көрсетемін. Міне 1 сантиметр қалған кезінде бұрамыз. Инені шығармаймыз, лапканы көтереміз. Бұрамыз да лентаны енді осылай, қараңыздар, дәл осылай қайырып тігеміз. Бұрыштарын 4 жағының бұрышында дәл осылай істейміз, қыздар. Міне, дәл осындай болады, қыздар. 4-еуінде осылай істейміз. Қазір соңына кейін кезде бағанағы әдісті қалай жасыру керек, соны көрсетемін. Мінекей қыздар, біз соң жағына келіп қалдық. Міне, енді осы жерін, мына жерін қазір дәл бұлай турайдан мына жерін де енді ұшынан шығарып жүретіндей қылып тігуіміз керек. Дәл осылай тігеміз қазір. Осы жерін закрепка басып жібереміз. И все. Сол кезінде бір-бірінің үстіне бастырып тіккен кезде бізде мынаның қосылған жері почти білінбей қалады, қыздар. Мына көрдіңіздер ме? Мынау қазір астына астармен қосылып тігіледі. Сол кезде мынау вообще білінбей қалады. Мына жерден бүйтіп қырқытсаңыз. Былай қырқытсаңыз. Астымен қосып. Мінекей қыздар. Осы әдісті көрпешеде де жастықта да жиегін тіккен кезде қолданыңыздар, иә? Мінекей қыздар, үстіңгі бөлігін полный тігіп алдық. Енді астар бөліміне көшеміз. Астарды бізде дайыны құрақтың өлшеп аласыздар. Ені мен ұзындығы бізде ұзындығы 1,70, ені 80 болып тұрды. Енді біз астарын 1,75-те ровно 80 аламыз. Неге 1,75? Себебі бізге 5 сантиметр замокты жасырып тігу үшін қажет болады, қыздар. Яғни 5 сантиметр артығымен аламыз. Замоктық мұнан 2 рет қайырған кезде 5 сантиметрде кетіп қалады. Одан кейін мына жерде 20 сантиметрдей замоктың көлемінде қалдырамыз. 20 сантиметр мына жағы, яғни 25 сантиметрді 5 сантиметр қосқан кезде 25 сантиметр. Неге 25 сантиметр? Өйткені көрпеше қатты шетінен болып қалуға да болмайды. Немесе полный сыртқы бөлігінен қылуға болады. Ол басқа методика. Қазіргі жасырып тігетін обычный мынандай замогымызды жасырып тігетін евро стильдегі замок. Оны примерно мына жағынан 20 сантиметр, 5 сантиметр қосқанда 25, мына жағында уже бізде 1,50 қалды. Осылай замокты тігіп алатын боламыз, қыздар. Яғни полный менде 1,75-те 80 болып тұр. Сіздер егерде қандай размер шығарасыздар, ұзындығына 5 сантиметр қосасыздар. Бірақ ені жасаған құрағыңыздың көлемімен бірдей болу керек. Көрпешеңіздің енімен бірдей болу керек. Мінекей қыздар, замогын бастап жатырмыз. Евростиль замогымызды мына жерден 2 сантиметрде қалдырдық бас жағынан. Өйткені бізде замок сәл кішкентайлау 78-77 болып тұр. Сол үшін біз турлап жіберуіміз керек. Шетінен осылай простой қылып тігіп аламыз. Бір лапканың бойында, яғни 0,5 сантиметр көлемінде қылып, полный бір қабатын тігіп аламыз. Закрепка береміз. Мына жақтан да 2 сантиметрде қалды, қыздар. Енді қайырамызда жоқ. О жағынан тіге алмайсың. Мына жағынан тігесіз.
Міне қайырамыз да осыны қайтадан тігеміз қыздар. Осының үстінен тағы мынаны замокпен бірдей қылып қайырып аламыз. Міне яғни бұлай қайырып алдық та, енді жаңағы тіккен тігісіміздің үстінен тағы да тігіс түсіреміз. Өйткені мынау бізде жабылып тұру үшін. Үтіктеп алсаңыздар да болады негізі ше. Осы несін меркасын шығару үшін, немесе булавкалап алсаңыз болады. Енді дәл осының үстінен тағы бір түсіреміз. Негізі замогын жауып тіксем. И темірін алып тастауымыз керек. Оны астарға қосып жатқан кезде алып тастаймыз. Себебі темірі мешать етуі мүмкін бізге. Не осындай болады. Мынаны специально ақ жіппен тіктік, видеода көріну үшін қыздар. Міне. Енді біз мына шетіне екінші бөлігін құрайтын боламыз. Екінші бөлігін құраймыз. Не қыздар, екінші бөлігін осылай теріс қаратып аламыз да, мынау іштегі біздегі қараңыздар, мынау қайырылған бөлік бар ғой, соны былай тіксеңіздер бірге тігіліп кетеді. Мынаны қайырып, сосын замокты үстіне бастырып, мынаны өлшеп тұрып тігеміз қыздар. Мынаны мән бермеңіздер, бұл алдыңғы астатықтан қалғандықтан, бұл алдын тігілген. Сол үшін бұны артығына біз алып тастадық. Артығымен қырқып алғанбыз да. Енді екінші жағын закрепка беріп, бір лапка бойымен тігіп шығамыз. Полный ішіне қайтар жеріміз бағана қайырылған жерін. Егерде бірден тігуге қиналып жатсаңыздар, сразу неғып жеріңіздер, булавкамен жасаңыздар. Кішкентай булавкалармен қадап алып, тігіңіздер. Немесе булавка жоқ болса, үлкен ине жіппен көктеп алыңыздар. Не қыздар. Енді біз бұны астарына қосып тігеміз. Мінеке қыздар. Қараңыз, замогын жасап алдық. Мына жағында бір 2 сантиметрде қалды, мына жағында 2 сантиметрде қалды. Қазір бұны біз астардың есіне бастырып тігіп жібереміз. Мынау евростиль замок осылай аталады. Мына бұны бір пармен бастырып жіберсеңіздер, мынау кәдімгідей жатып қалады. Қазір бұны соңында пармен басамыз. Енді беткі қабатын, бағана құрастырған құрағымыз бар ғой, соның беткі қабатын осының үстіне қоямыз. Қойып шығамыз. Булавкала басаңыздар болады. Негізі сіздер немесе көктеп алыңыздар қыздар. Ең алғашқы үйреніп жатқан қыздарға бірден тігіп кету оңай емес та. Қисық шығып қалады, бір жер тартылып қалады. Соның бәрін болдырмас үшін алдымен біз көктеп алып, немесе булавкалап алып, сосын барып тігеміз қыздар. Ато бірден тігіп кетсеңіздер, кәдімгідей дұрыс шықпайды. Оған бара-бара қолдарыңыз үйренеді қыздар. Міне осының барлығын жасап алғаннан кейін уже біз мына басынан бастап тіге бастаймыз.
негізі сіздер көктеп алғаннан кейін ортасынан бастап жоғары қарай, ортасынан бастап төмен қарай тігулеріңізге болады да. Ал біз басынан бастап тіге береміз, енді профессионал тігінші болғаннан кейін. Ал енді үйреніп келе жатқан қыздар ортасынан бастап тігіңіздер. Все, уже бастырып тігеміз. Мінекей қыздар, біз полный құрастырып жатырмыз, астарымен. Әрқашанда естеріңізде болсын, біздің құрастырған бөлігімізден кішкене ішке кіріп тұру керек. Кішкене ғана ішке кіріп тігілу керек. Себебі мынаның ар жағына немесе үстіне не қылатын болсақ, тігісі арғы жағынан көрініп қалады. Сол үшін кішкене 1-2 мм ішке кіріп тігеміз, қыздар. Ал замогын мына дәл былай бастырамыз. Мынау қараңыздар, мына замогының мынау жабылып тұрған жерін бастырып тұрып тігеміз. Мына былай қайырылып қалмасын ашық күйінде. Осылай бастырып тұрып тігетін боламыз. Мынаны кейін пармен жақсылап бастырып тігеміз. Бізде астар артығымен қырқылып кеткен, сол үшін артық болып шығып тұр. Не осылай полный 4 жағында тігіп шығасыздар. Себебі бізде уже астында замогы дайын. 4 жағында тіге бересіздер, дәл үстінде. Қыздар, мінекей барлығын үтіктейміз, пармен жақсылап тұрып, тігістерін бастырып тұрып үтіктейміз. Екі жағында үтіктегендеріңіз дұрыс негізі. Құрағында, құрақ жағында, мына астар жағында тігістерін әсіресе жақсылап үтіктегеннен кейін, пармен үтіктегеннен кейін бір пәс жайып қоясыздар. Себебі мынандай влажный болады да, бүктеп қойған кезіңізде ол қайтадан не қылады, жазылмай қалады. Нелерші, қыртыстары. Сол себепті де бір жайып қойғаныңыз дұрыс. Енді қазір бұны ашып, дайынын көрсетеміз. Мінекей қыздар, біз процессті аяқтадық. Керуен көрпешесі бізде дайын. Қараңыздар, жақсылап пармен үтіктеп шықтық. Сіздер де осылай пармен үтіктеп, осындай фото отчет, видео отчет тапсырыңыздар. Міне астары көк болды бізде. Осылай қыздар, керуен көрпешесі бітті. Осымен сау болыңыздар. Фото, видео отчет күтем қыздар.